Қызыл жебе. Рысқұл. Роман. Дәуірдің қызыл жебесі. Тұрар Рысқұловқа ескерткіш. Автор. Түрме әкімшілігі айламызды асырдық деп ойлады. Арыстан мен жолбарысты бір торға қамап қойсаң, бірін-бірі талап, ақыры екеуі де талмаусырап, өзінен өзі жүнжіп құриды. Әсіресе бір камераға қазақпен қатар орысты отырғызу Приходько мырзаның ойынша арыстан мен жолбарыстың ырылдасуынан да зорырақ жанжалға апарып соқса керек еді. Губернатор фон Таубе бірде қаланың игі жақсыларын шақырып қонақасы бергені бар. Сонда губернатордың бір айтқаны Приходьконың есінде мықтап сақталып қалған. Мырзалар, дүниедегі ең қысқа әңгімені білесіздер ме? Деп еді фон Таубе. Не бары 9-ақ сөзден тұрады. Ешкім де білмейтін болып шықты. Солда кітап құмар губернатор өзінің көп оқып, көп білетінін тағы бір танытып, мәртебесі аса түсетінін сезіп былай деді. Екі адам, бір жолбарыс. Бір адам, бір жолбарыс. Жолбарыс. Мырзалар желкесін қасыды. Көбісі түсінбей дал. Губернатор қарқылдап күлді. Мырзалар-оу, екі адам бірімен бір айқасып, ақыры біреуі өлмей ме? Ал жалғыз қалған адамды жолбарыс жеп қояды ғой. Зиялы қауым губернатордың білімділігіне таң қалған болып, таңдай қағысып, сыңғыр-сыңғыр хрусталь бокалдар соғысып, жоғары мәртебелі фон Таубенің денсаулығына деп түрегеп тұрып шампан ішкен. Приходьконың есебі бойынша Рысқұл мен Броников бірін-бірі жеп қоюы керек. Сонда жолбарыстың рөлінде өзі қалмақшы. Бірақ бірнеше күн өтті. Екі тұтқынның арасынан жанжал шыға қойған жоқ. Бірде шыдай алмай, камераға Приходько мырзаның өзі келді. Жағдайың қалай, Броников? Броников бұл сұрақтың сырын түсіне қойды. Жағдайдың несін сұрайсыз, Приходько мырза? Мың қандаламен бір қазақтың талауына тастадыңыз мені. Шыдам жетер емес. Байқайт Приходько риза. Түрме бастық дегенмен кең-пейіл көрінгісі келіп. Қандай тілегіңіз бар деп сұрады. Тілегім шырағдан бергізсеңіз екен. Бере алмаймыз. Зиянды кітаптар оқуыңыз мүмкін. Егер Библия зиянды кітап болса, қойдық деп Броников те қарсыласпады. Тек дорбадан жұлым-жұлым кітапты шығарып алып, сыртын сипалап қойды. Приходько шыннан Библия ме екен деп кітапқа қолын соза берді. Түрме бастық кітапты ашып кеп қалып еді, ашылған жері 4-ші тараудан басы екен. Адам ата мен Хауаны жұптасқан соң, Хауаны Қабыл атты ұл тапты. Содан кейін Абылды туды деген сөздерге көзі түсті. Бұл Жүйіттінің кітабы ғой. Сіз орыс болғандықтан православие шіркеуінің қасиетті кітабы Евангелиені оқуыңыз керек емес пе? Деп қалды Приходько Брониковке ренжігендей. Приходько мырза, Евангелие дегеніміз Библияның жаңарған нұсқасы ғой. Негізі бір. Сонда қалай, Броников, түсінбеймін. Сіз ғой православ шіркеуі батасын берген ақ патшаға қарсысыз. Сөйте тұра діни кітап оқисыз. Түсініксіз жұмбақ. Мен мүмкін бұл кітапты дұрыстап тағы оқып шықсам, қатемді түсінермін, деп қалды Броников. Мүмкін, деді Приходько, сенер-сенбесін білмей. Жарайды, шырағдан бергізейін. Сіз кітаптың мәнін әлгі кішкене балаға да түсіндіріңіз. Приходько Тұрарды шоқындыруға ниет қылғалы қашан. Сол ойын іске асырудың бір орайы осы сияқты да көрінді.